Сәлем достар, сіздермен Алима. Кешке достарымызға цветная капустадан салат жасап дастарханға қойып едім. Достарыма өте қатты ұнады. Бірден барлығын тауысып қойды. Сол себептен сіздерге рецептімен бөлісейін деп отырмын. Рецепті қабыл алыңыздар. Керекті заттар: цветная капуста, қияр, пияз, қызыл данасын қолданатын боламын, әдемі көрінеді. Сәбіз, жартылай ащы бұрыш, петрушка. Петрушканың орнына кинза қоссаңыздар, салаттарыңыз өте дәмдірек болады. Біздің үйдегілерге ұнамайтын болғандықтан мен петрушка қосып жатырмын. Тоз, бұрыш и уксус қолданатын боламыз. Шұңғылау ыдысымызға суымызды құйып, тұзымызды салып қайнатамыз. Қайнаған суымызға цветная капустамызды салып, крышкамызды жауып 7-8 минутқа қойып қоямыз. Крышкамыз толықтай жабық тұру керек, себебі біздің суымыз ыстық суға, ыстық буға пісетін болады. Цветная капустамыз салғанда бірден газдың астын өшіретін боламыз. Сәбізіміздің жартысын теркадан өткізіп аламыз. Қиярларымыздың ортасынан бір бөліп, қиғаштап турап аламыз, тура видеодағындай. Пиязымыздың ортасынан бір бөліп, бөлген бөлігімізді тағы да ортасынан бір рет бөліп аламыз. Видео барысында көрсетемін не үшін бүйтіп бөлгенімізді. И жартылай ащы бұрышымызды ортасынан бір бөліп, тура қиярды турағандай қиғаштап турап аламыз. Жартылай ащы бұрышымның барлығын турап алдым. Пияздарымды, туралған пияздарымызды енді ортасын ашатын боламыз. Барлығын қанша қабат бар, сонша қабатын барлығын біртіндеп ашып шығамыз. Чеснок қолданамыз. Бұл қыздар менде қатырылған чеснок. 7-8 минутта мен цветная капустам пісті. Енді судан алып, суымызды төгіп, капустамызды тураймыз. Капустамыз қатты ыстық болғандықтан біріншісінде осылай вилкамен, пышақпен жұмыс жасаймыз, қолымыз күйіп қалмас үшін. Капустамызды туруға ыңғайлы болу үшін осылай ортасынан бір бөліп аламыз да, ары қарай тура видеодағындай, еле өздеріңіздің қалай ыңғайлы сіздерге солай турап алсаңыздар болады. Осындай дәу қылып турамаңыздар, жегенге өте ыңғайсыз болады. Осылай дәуірек бөлшек болса, онда ортасынан бір рет бөліп турап аламыз. Сковородкамызға сұйық майымызды құйып, сұйық майымызды қыздырып аламыз. Үстіне пиязымызды салып, маған пияз өлі болған ұнайды. Салаттың ішінде егерде сіздерге жартылай шикі болған қаласаңыздар, онда 1-2 минутта үшін майға қуырып алсаңыздар болады. Мен 2-3 минут қуырып алатын боламын. Қуырылған пиязым үстіне жартылай ащы бұрышымды, чесногымды, тұзымды, қара бұрышымды салып, қаласаңыздар қызыл бұрыш қосуға болады. Менің полгорки жартылай ащы бұрыш қосқандықтан мен қызыл бұрыш қоспайтын боламын. Осылай бір ғана қызып тұрған майымызға 1 минут қана осылай жақсылап араластырып аламыз. Турап алған көкөністеріміздің үстіне қуырып алған көкөністерімізді саламыз. Үлкен қасықтың ұшымен ғана уксусымызды құямыз. Салатымызды. Петрушкаларымызды кеспейміз, әдемі көріну үшін осылай бастарын қолымыздың көмегімен жұлып салып аламыз. Барлығын тез салу керек. Біздің майымыз суымай тұрып, біз араластыру керекпіз. Салатымыз ыстықтай күйінде араластырамыз. Біздің тұзымыз, бұрышымыз, аштымыз барлығы бір-біріне сіңу үшін біздің міндетті түрде салатымыз құйылған ыстық болу керек. Сұйық майы жақсылап қолымыздың көмегімен араластырамыз. Қасықпен басқа еш нәрсемен араластырмаймыз, себебі біздің цветная капуста өте жұмсақ болғандықтан езіліп кетеді. Осылай қолымыздың көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Біздің салатымыз дайын. Егер сіздерге мен рецепт ұнаса, маған тіркеліп кетіңіздер, лайк басып отырыңыздар, комментарий жазып отырыңыздар. Менімен бірге болғандарыңыз үшін рахмет. Сіздермен бірге болған Алима Жарқынбекқызы.